Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, сіздермен бірге биологияны жетік меңгеремін онлайн курсы және оның авторы Шакаримова Қалымқожақызы. Құрметті оқушылар, бүгін біз сіздермен 8-ші сыныптың тасымал тарауындағы қан құрамы деген тақырыптарды қарастыратын боламыз. Аса мұқият болыңыздар, бүгін біз өте кең ауқымды мәліметтерді береміз. Жалпы алғанда адам ағзасындағы қан 5 литр болады. Өткенде айтқанбыз, дәнекер ұлпасына жатады. Қан негізгі екі құрамдас бөліктен тұрады екен. Біріншісі қан жасушалары, екіншісі қан плазмасы. Қан жасушалары бұл жерде бізде лейкоцит, эритроцит, тромбоцит. Оның қызметтерін келесі сабақтың осы бөліктерінде қарастырамыз. Ең алдымен қан плазмасын талдайық. Қан плазмасы 90-92% бізде судан тұрады, 7-8% нәруыздардан, 2% глюкоза, минералды тұздардан тұрады екен. Және майда осы 2%-ның құрамына кіреді. Енді қандай нәруыздар бар қан плазмасында? Біріншіден альбумин. Ол қанныңдағы су мөлшерін реттейді екен. Екіншісі глобулин, бактерияларды жояды. Үшіншісі фибриноген. Ол қанның ұюына қатысады екен. Енді қан жасушаларын тағы да бір қайталайық. Лейкоциттер, эритроциттер және тромбоциттер. Құрметті оқушылар, енді әрбір қан жасушасының қызметіне тоқталайық. Біріншісі эритроцит. Эритроцит қанның қызыл түсті жасушалары. Олардың ядросы болмайды. Олардың екі жағынан қысыңқы, пішіні диск тәрізді. Бұл эритроциттердің оттегін көп мөлшерде тасымалдауға мүмкіндік береді. Жаңадан айттық, ең негізгі қызметі оттегі мен көмір қышқылын тасымалдау. Олар 1 мм кубта 4,5-5 миллионға жуық эритроцит болады. Эритроциттердің құрамында гемоглобин деген қанға түс беретін зат бар. Гемоглобин бояғыш зат, гемнен тұрады. Гемде 2 валентті темір бар екен. Эритроциттердің түзілетін орны ол сүйек кемігінде түзіледі. Ал енді жойылатын жері бауыр мен көк бауыр. Эритроциттер 120 күн өмір сүреді. Екінші қанның жасушасы балалар бізде лейкоциттер. Лейкоциттер ядросы бар қанның ақ түсті жасушалары. Олар белсенді қозғала алады. Қан тамырларынан тыс жерлерге де бара алады. Олардың негізгі қызметі ағзаға түскен бөгде денелерді жою. 1 мм кубта 6-8 мыңға жуық лейкоцит болады. Лейкоциттер сүйек кегімі мен лимфа түйіндерінде түзіледі екен. Олардың жойылатын жері бөгде дене енген жер. Яғни, мысалы үшін тікен кірсе, сол тікенді барып жоямыз деп лейкоциттерді өздерінің тіршілігін жояды екен. Олардың өмір сүру ұзақтығы 2-4 күн екен. Үшінші қанның жасушасы ол тромбоциттер. Олар түссіз, ядросыз қан пластинкалары. Олардың қанның құрамындағы ең негізгі қызметі олар қанның ұюына қатысады. 1 мм кубта 180-350 мыңға жуық тромбоциттер бар екен. Тромбоциттер сүйек кемігінде түзіледі. Жойылатын жері көк бауыр мен бауыр. 7 күнге дейін өмір сүре алады екен. Сонымен эритроциттердің қызметі тасымал болса, лейкоциттер қорғаныш, тромбоциттер қанның ұюын қамтамасыз етеді. Аллар енді қанның қалай ұйуын талдаймыз. Қанның ұйуы тромбоциттерге байланысты. Қанның құрамында үнемі қанда еритін нәруыз фибриноген деген болады. Қан тамыры жақынданғанда осы фибриноген нәруызы еремейтін нәруыз фибринге айналады. Осы айналу процесі фибриногеннің фибринге айналу үшін кальций тұздары мен тромбопластин деген зат қажет екен. Фибрин нәруызы қан тамыры жақындалған жерде тор түзеді. Бұл торға келіп қан жасушалары бітеледі екен. Сөйтіп тромб түзіледі екен. Тромб қанның ағуына кедергі жасайды екен. Яғни тромб дегеніміз қазақшасы қан ұйық. Қан ұйықтың түзілуі қанға ағуға кедергі келтіреді. Енді адамда қан ұйымайтын ауру бар, мысалға үшін оны гемофилия дейді екен. Бұл ауру тұқым қуалайтын ауру екен. Сонымен қанның ұйуы тромбоциттерге байланысты фибриноген фибринге айналады. Қан ұйық түседі екен.
Оқушылар, біз лейкоциттердің қызметі ағзадағы қорғаныш болғанымен, осы лейкоциттердің ерекше бір қабілеті бар екен. Олар қан тамырынан тыс жерде бөгде дене пайда болса, сол жерге қозғалып бара алады екен. Және осы лейкоциттер қозғалып барып қана қоймай, сол бөгде денені өзінің жасушасының ішіне кіргізіп, ерітіп жойып жібереді екен. Осы құбылысты біз фагоцитоз дейді екен. Сонымен фагоцитоз дегеніміз лейкоциттердің бөгде денелерді жою процесі. Бұл құбылысты ашқан орыстың атақты ғалымы Мечников. Осы еңбегі үшін Мечниковқа Нобель сыйлығы лауреаты атағы берілген екен. Біздің денемізге түскен бөгде денелер, вирустар, бактериялар антиген деген зат бөледі. Ол антигенді лейкоциттер сезеді, оларды жою үшін антидене деген зат бөледі екен. Яғни соның әсерінен лейкоциттер жойылады екен. Егерде лейкоциттердің осы қызметіне байланысты лейкоциттерді фагоциттер деп те атайды екен. Оқушылар, енді бізде мына лейкоциттердің келесі түрлері бар екен. Біріншісі нейтрофилдер. Олар барлық лейкоциттердің 50-70%-ын құрайды екен. Олардың негізгі қызметі фагоцитоз құбылысын жүзеге асырады. Лейкоциттер қозғалғыш деген те, яғни бөгде денелер, бактерия, саңырауқұлақтар түссе соларға барып жасушасының ішіне кіргізіп қорытып жібереді. Нейтрофилдердің қызметі фагоцитоз құбылысын жүзеге асырады. Лимфоциттер, олар бізде Б және Т деп бөлінеді. Олар гуморальдық иммунитетке жауапты антидене бөліп шығарады екен. Келесі моноциттер. Оларды біз макрофаг дейді екен бізде. Олар мына тек қана қанда болмайды, сонымен қоса ағзадағы сұйықтықтар бар, плевра сұйықтығы, буын сұйықтығы деген соларда болады, зиянды бөлшектерді жоюға қызмет атқарады екен. Келесі эозинофилдер. Эозинофилдер мына ағзаға түскен бөгде нәруыздардың және тіршілігін жойған ағзалардың нәруыздарын залалсыздандырады. Яғни эозинофилдердің қызметі бөтен нәруыздарды залалсыздандырады екен. Ең соңғысы базофилдер. Базофилдер бұлар қан тамырының өткізгіштігін арттырып, қанның ұюына маңызды рөл атқарады екен. Яғни тағы бір талдап өтейік, нейтрофилдер фагоцитоздайды, лимфоциттер гуморальды иммунитетті қамтамасыз етеді, моноциттер тек қанда емес, буын сұйықтығы, лимфа сұйықтығы деген жерлерде болып бактерияларды жояды, эозинофилдер бөтен нәруыздарды жояды, базофилдер қанның ұюын қатысады. Енді осы лейкоциттер өзі жалпы жаңағы сипаттап өткен екі топқа бөлінеді екен. Олар түйіршікті лейкоциттер, түйіршіксіз. Алдарыңызда қарасаңыздар, нейтрофилдер, эозинофилдер, базофилдер түйіршікті. Оларда лизосомадан түзілген түйіршіктері бар. Ал моноциттер мен лимфоциттер түйіршіксіз лейкоциттер болып табылады екен. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабақта біз сіздермен қанның құрамын толық талдадық. Сабақ сіздерге ұғынықты болды деген ойдамын. Сіздерден сұралатыны, слайд көрсетілімдегі негізгі ұғымдарды дәптерге жазып алыңыздар және онлайн тест платформасындағы тестті шешу қажет. Енді келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Сабағымыз сәтті өтті деген ойдамын.